Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сүп-сүйкімді, жұп-жұмсақ болып шығатын мини лепешкаларды, яғни күлше нандардың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видеоның ең маңызды жерлерін өткізбей, видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа жылы су құямыз, оның артынан жылы сүтті құямыз. Осы жерде су мен сүттің ыстық болып кетпеуін қадағалаңыздар. Оның артынан дрожжи саламыз. Сосын 2 ас қасық қант саламыз. Сосын үстінен 1 ас қасық тұзды саламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сосын барлығын ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Оның артынан ерітілген сары майды саламыз. Сосын ұнды аз-аздан салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Оның барлығын бірден салып жібермеңіздер. Аз-аздан салып, осылай қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Осылай қамырды жақсылап илеп аламыз, әдемілеп, ортасында, арасында ешқандай іртігі болмауы керек. Осылай қолымызбен июі қанғанша әдемілеп илейміз. Міне қамырдың ортасында ешқандай іртігі жоқ. Міне қамырды дайын болып қалды. Дайын болған қамырдың бетіні пищевой пленкамен жауып, ауа кірмейтіндей етіп, бетіні жауып, жақсылап орап, 2 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Міне 2 сағатты өтті. 2 сағаттың ішінде әдемі болып ашып, көтерілді қамыр, жұп-жұмсақ болып. Енді қамырды кіші-кіші зуалыларға бөлеміз. Менде таразы болды. Таразыға 150 граммнан бөлдім. Егер сізде таразы болмаса, жай көз мөлшерімен осылай кіші-кіші етіп бөліп аласыз. Міне қамырларды осындай кіші-кіші зуала етіп листке орналастырдым. Тағы да пищевой пленкамен бетіні жауып 15 минутқа алып қоямыз. Сол кезде тағы да қамырларымыз көтеріліп көпсейтін болады. 15 минутқа бетін жауып алып қоямыз. 15 минут өтті. Міне көріп тұрғандарыңызда қамырлар тағы да кішкене көпсіген. Енді қамырлардың ортасына осылай басып шығамыз. Қатты көтеріліп кетпес үшін осылай қатты басып, үстінен вилканың көмегімен барлығын тесіп шығамыз. Осылай вилкамен барлығын ортасын тесіп шықтым. Енді үстінен жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт қосып, жақсылап араластырып, барлық нанның үстіне жағып шығамын. Барлық нанның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Енді үстінен күнжіт пен седаны себетін боламыз. Бұл міндетті емес, қаламасаңыз, ұнатпасаңыз сеппесеңіз де болады. Бірақ сепсеңіз әдемі болады. Ортасына осылай седананы сеуіп, жан-жағына күнжітті сеуіп шығамыз. Өте піскен кезде әдемі болып шығады. Достар, айта кетейін, менің каналым видеоларым пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк, комментарий қалдырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Міне седаналарды осылай сеуіп шықтым. Енді 200 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне күлше нандарымыз да пісіп дайын болды. Өте әдемі, жұп-жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Егер сіздің наныңызға ұқсамай жатса, тура осы әдіспен, осы мөлшермен жасасаңыз, бір жасағаннан шығады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімде жазып қалдырсаңыз болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Алдағы уақытта түрлі жақсы пайдалы рецепттермен бөлісемін. Егер менің видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Қош, сау болыңыздар.